Джерем Дэвид Селлинджер 1919 жылы ақш-тың Нью-Йорк қаласында дүниеге келген. 2010 жылы дүниеден озған. 1951 жылы Селлинджер «The Coach in the Rye над пропастью воржея» атты тәрбиелеу романын шығарды. Осы романның жазуға 10 жыл арнаған. Оның осы туындысы бірнеше тілдерге аударылды. Романның басты тақырыбы ең маңызды тақырып ретінде махаббат, жалғыздық, отбасындағы қарым-қатынас, жауапкершілік. Ең өзектісі өскелең жасөспірім мәселесін көтереді. Роман үлкен табысқа жетті және бүкіл әлем бойынша оқырмандар махаббатына ие болды. Жастардың көптеген буындары кітаптың басты кейіпкері Холден Колфилдтің балалық шақтың қиялдарынан айырылуын жанашырлықпен тамашалаған. Қысқа мерзім ішінде кітаптың 60 миллион көшірмелері сатылды және әлі күнге дейін жыл сайын шамамен 250 мың данасы сатылуда. 1965 жылдан кейін Селлинджер әңгімелер жариялануын тоқтатты және жасырын өмір салтын жүргізе бастады. Ол 1980 жылы ол өзінің соңғы сұхбатын берді.